Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыз кім ақылды деп аталады. Сен бүгін сөйлеу әдебімен танысатын боласың. Алдымен көңіл күйіңнің қандай екенін анықтап ал. Сосын біз бүгін оқитын мәтіннің авторымен танысайық. Бүгін біз оқитын мәтінді Мәдіхат Төрежанов жазған екен. Мәдіхат ағаларың 1921 жылы Ақмола облысы Ақкөл ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген екен. Ұзақ жылдар мұғалім болған. Ағаларыңның бітпеген ойын, шегіртке мен ара, тағы көптеген кітаптары бар екен. Осы кітаптарды алып, оқып көрсеңдер болады. Сонымен мәтінді оқимыз. Кім ақылды? Ерден мен Еркебұлан бірігіп, жақсы ойнап жүреді. Бір кезде көпір үстінде біріне бірі қарсы келіп қалды. Ерден, мен саған жол бермеймін деп тұрып алды. Ал Еркебұлан, мен осыған бола ерегіскім келмейді. Бұдан былай сенімен ойнамаймын деді. Сөйтіп үйіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсысы тапқыр, ақылды болғаны? Мәдіхат ағаларың екі баланың қайсысы тапқыр, қайсысы ақылды деп сұрап тұр. Сен қалай ойлайсың? Қай баланың іс-әрекеті дұрыс болды? Балаларына бейне жазбаны көріп, әдепті балалардың іс-әрекетімен танысып алыңдар да мәтінді тағы да бір рет оқып шығыңдар. Сосын мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Ерден мен Еркебұланның қайсының ісі дұрыс? Әдепті бала өзін қалай ұстау керек? Автор мына әңгімені жазу барысында бізге не айтқысы келіп тұр? Осындай жағдайда бір-біріңе жол бересіңдер ма? Әлде сендер де ерегісесіңдер ма? Енді дәптеріңді ашып, әдепті, ақ жарқын деген сөздерді жазып ал, сосын рұқсат етіңіз, ренжімеңізші, мақұл, қалауыңыз білсін деген әдепті сөздерді көшіріп, жазып, есіне сақтап ал. Және бұл сөздерді өмірде бәрбір жағдайда қолданып жүрсең, сен әдепті бала боласың. Қоржынның ішінен әдепті, ізеттілікті білдіретін сөздерді тауып алайық. Сосын сол сөздің біреуіне сөйлем құрап жазып көрейік. Енді жұлдызшаларды бояймыз. Алдымен көк жұлдызша қызылдың оң жағында және жасылдың жоғар жағында орналасқан дейді. Біз осы жағдайда мына жұлдызшаларды қайсысын қай түске бояймыз? Анықтап аламыз, сосын сол түстердің жазылуын буынға бөлеміз. Енді жасыл деген сөзді буынға бөліп көрейік. Жасыл деген сөзде екі буын бар, өйткені сөздің құрамында екі дауысты дыбыс бар. Қызыл деген сөзде екі буыннан тұрады. Ал көк деген сөз бір буыннан тұрады, өйткені көк деген сөзде бір ғана дауысты дыбыс бар. Көк және қызыл қоржынды көріп тұрсың, я? Мына мақтаншақ деген сөз дөрекі сөз. Оны біз көк қоржынға саламыз. Ал әдепті сөздерді қызыл қоржынға жинаймыз. Өтірікші қай қоржынға саламыз? Рұқсат етіңіз деген сөзді қай қоржынға саламыз? Сен бүгін өзіңнің қоржыныңа әдепті сөздерді жинап ал. Сонымен сен бүгін кім ақылды деген мәтін оқыдың, балалардың іс-әрекетіне пікір білдірдің, ал саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.